Сәлем достар, сіздермен оңай дайындалатын, аяқ астынан қонақ келіп қалғанда тез жасай қоятын, биылғы жылдың трендіне айналған тюльпан самсаны бірге жасап көрейік. Видеоның соңына дейін қараңыздар, ал ендеше кеттік. Бірінші қамырымызды жасап аламыз. Ол үшін бізге 400 грамм ұн және 200 грамм морозильниктен шыққан салқын сары май қажет. Осы сары майды видеодағыдай ұнға аунатып, теркадан өткіземіз және жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды шетке қоя тұрып, 150 грамм қаймаққа жұмыртқаның сарысын қосамыз, сосын тұз қосамыз және де жарты шай қасық содаға 9%-тық 1 шай қасық уксус қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы массаны ұнымыздың үстіне қойып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр иленіп шығады. Енді қамырымызды алып, салфанға салып, 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Осы аралықта самсаның салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм фарш керек және пияз, 1 картоп. Пиязымызды турап алдық, енді картопты тураймыз. Картопты өте жіңішке етіп турауға тырысыңыздар, сонда самсаны жеген уақытта еттің арасын онша білінбейтін болады. Егер де сіздерде құйрық май болатын болса, құйрық май қоссаңыздар да өте дәмді болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алдық. Енді бізге кескенге ыңғайлы болу үшін осылай собақша формаға келтіріп аламыз және оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді бір-бірлеп алып, қамырымызды жаюды бастаймыз. Қалған қамырлардың бетін міндетті түрде жауып қоямыз, өйткені беті қаясып қалуы мүмкін. Мінекей жаңағы әр бөлігімізді осылай жеке-жеке жайып алып, ортасынан осылай кішкене ғана тілім жасап, самсаны бөгеміз. Міне осылай астыңғы жағын мықтап бекітуге тырысыңыздар, өйткені піскен кезде ажырап кетпесін. Мінекей дайын болды. Пішіні өте ерекше. Тағы да бір жасалу жолын көрсетіп жіберейін. Қамырымыз өте жұмсақ болған себептен оқтауға жабысуы мүмкін. Сол себепте азғантай ғана ұн сеуіп осылай жайыңыздар. Түйілген самсаларымызды енді пергамент қағазына осылай рет-ретімен орналастырамыз. Піскен кезде әдемі қызғылтым түс беру үшін міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арнайы кондитерлік щеткамен осылай барлық жағын айналдыра жағып шығамыз. Әсемдік үшін кунжут себеміз. Және қызып тұрған пешке қойып, 30 минут ішінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын, өте жылдам дайындалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге видео ұнап жатса, міндетті түрде каналға жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі жаңа рецепттерге дейін сау болыңыздар.